Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Жансұлу. Бүгін сіздермен өте дәмді, осындай жұп-жұмсақ болып шығатын, іші толықтай пісіп шығатын пончиктерді бірге дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстінен шекерімізді және сары майымызды, бір дана жұмыртқамызды салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үстінен міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды қосып, құрғақ ашытқымызды қосып, жақсылап қамырымызды жұмсақ етіп илеп аламыз. Қатты болмау керек, қатты жұмсақ та болып кетпеу керек. Орташа немен әдемі қылып, жұмсақ етіп қамырымызды илеп аламыз. Қамырды қатты қылып қоймаңыздар. Үстінен пищевой пленканы жауып, ашытуға жібереміз. Міне біздің қамырымыз ашып дайын болды. Дәл осылай көтеріліп, әдемі болып міне ашыды. Дәлесі осыны үстеліміздің үстіне ұнымызды сеуіп, қамырымызды дәл осылай төгіп аламыз. Үстінен кішкене ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен дөңгелекше етіп жайып аламыз. Қатты қалың, қатты жұқа да қылмай, дәл осындай көлемде жайып аламыз. Дәл осы видеоға қарап жайсаңыздар болады. Дәл осындай көлемде болуы керек. Енді өз қалаған үйде дәл осындай, менде осындай дөңгелекше бар. Дәл осының көмегімен кесіп аламын. Сіздерде бұндай жоқ болса, немесе стакан, немесе басқа нәрсенің көмегімен кесуге болады. Дәл осылай кесіп алдым. Міне енді астына үстелімізге жабысып қалмас үшін дәл осылай пергаментный қағазға немесе осылай фольгаға қойып алдым. Өйткені дастарханым жабысып қалмас үшін үстелімнің үстіне, өйткені 15-20 минутқа тындыруға қоямыз. Өйткені қамыр қатты ісіп, сосын барып қоруымыз керек болады. Дәл осы ортасын дәл осындай кондитерский насадкамен шешіп алдым. Енді алдын ала қызып тұрған майымызға дәл осылай түсіріп қызартып аламын. Құрамында шекер болғандықтан қамырымыз тез қызарып кетеді. Міндетті түрде астын қыбыр қыздырып алғаннан кейін жай отқа қоямыз. Өйткені жай қоймасақ, іші піспей қалуы мүмкін. Толықтай піссін десеңіз жай отқа қойып пісіресіздер. Өйткені қамырдың құрамында қант болғандықтан беті тез қызарып шығады. Дәл осындай қып-қызыл болып шыққан пончиктерімізді дәл осы шанышқының көмегімен майынан сырғытып алып аламыз. Міне барлық пончиктерімізді дәл осылай пісіріп аламыз. Ортасындағы дөңгелектерді мен пісіріп алдым. Балалар өте әдемі қылып жейді, сол себепті пісіріп алдым. Алдын ала шоколадты, кез келген шоколадты алып, кішкене водяной баняда ерітесіздер және үстіне сұйық майды қосып, кішкене граммдарын міндетті түрде описанияға жазып қалдыратын боламын. Су буған пончиктерге осы шоколадымызды жағып аламыз. Дәл осы видеодағындай қамырымыз, пончиктеріміз міндетті түрде суы керек, ыстықтай болмайды. Өйткені ыстықтай болған пончикте шоколадымыз ағып кететін болады. Сол себепті шоколадымызды ертіп болғаннан кейін, пончиктеріміз суығаннан кейін дәл осылай жағып аламыз. Дәл енді осының үстіне өз қалағандағылай безендірсеңіздер болады. Немесе безендірмей жей берсеңіздер де болады. Балалар өте қатты сүйіп жейді және ортасы толықтай пісіп шығады. Бұл менің оригинал рецептім. Міндетті түрде осы рецептпен қарап жасап көрсеңіздер болады. Қазіргі таңда дәл осы рецептпен қолданып келемін. Видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Оп-оңай рецепттермен сіздермен бөлісіп өтетін боламын. Және де менің каналыма кірсеңіздер, бұдан да басқа көптеген пирогтардың, тәттілердің, торттардың, декорлардың, ыстық тағамдардың рецептісі бар. Кіріп, қарап жасап көрсеңіздер болады. Барлығы оригинал рецепт. Өзім жасаған рецепттермен бөлістім. Сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыздар, мені жоғалтып алмас үшін, және салған видеоларымды біріншілердің қатарынан болып көру үшін міндетті түрде менің YouTube арнама тіркеліп алыңыздар. Видеомды соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Дәл осындай қазақ тіліндегі контентті қолдап кетулеріңізді сұраймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Жансұлу.